Біздің хикаямыз құрбысы Юнамен бірге ғибадатханаға барған кейіпкеріміз Мимиден басталады. Ол жерде Юна телефонға телміріп, өзінің сүйікті идол тобы лайк тобын тамашалап, көңілі мүлдем басқа жақта болады. Ол айғайлап, оларға қолдау көрсетіп, жанында ешкім қосылмаған соң жалғыз айғайлаудан жалығады. Содан кейін Мимиге: "Кел, видеоны менімен бірге көр. Бірге айғайлайық. Саған бұл топ ұнайды" дейді. Бірақ Мими ересек мінез танытып, бас тартады. Ол идолдарды жек көретінін және оларды пайдасыз деп санайтынын айтады. Оның ойынша, егер олар сымбатты болмаса, атақты да болмас еді. Яғни олардың бүкіл табысы мен танымалдылығы тек сырт келбетінде. Мимидің жан жарасы бар екенін және еркектерді, әсіресе сымбаттыларын жек көретінін байқау қиын емес. Ол кез келген тартымды адамды ұнатпайды. Неге? Ол жай ғана сондай. Сіз себебін күтіп отырсыз ба? Оның түсіндіруді қажет етпейтін өз себебі бар. Юна оны топпен танысып көруге көндірмек болады. Мүмкін олар саған ұнар. Бірақ Мими жоқ деп, ондайларды баяғыда ақ жек көріп кеткенін айтады. Юна оны келемеждеп: "Осылай жүре бер. Бақытсыз болып өмір сүріп, бақытсыз болып өлесің" дейді. Бұл сөйлем Мимиге ауыр тиеді. Өйткені бұл оның өмірін 180 градусқа өзгерткен өткен шағын еске түсіреді. Мими бұрын өзіне сенімді, өте сұлу қыз болатын. Жоғары сыныпта ол бір баланы ұнатты. Өкінішке орай, ол мектептегі ең сымбатты жігіт еді. Барлық қыздар ол үшін таласатын. Оның жанкүйерлері сондай көп болды. Соған қарамастан, ол батылдығын жинап, сезімін білдіріп хат жазады және оны жігітке өз қолымен тапсырады. Ол романтикалық қиялдарға беріліп, жауабын асыға күтеді. Бірақ жігіттің оның махаббат хатын сыныптың ортақ чатына таратып жібергенін білгенде есеңгіреп қалады. Бәрі оны мазақтап, гятсыз бейшара деп атайды. Ол қалайша мектептің ең керемет жігітін ұнатуға дәті барды деседі. Сол сәттен бастап ол махаббатты, әсіресе еркектерді жек көріп кетеді. Тіпті қорлық көргендіктен мектепке барудан да қалады. Бұл оған ауыр соққы болып, ол барлық ер адамдарды жек көріп, кез келген сымбатты жанға қызғанышпен қарайтын болады. Бірақ Юна оған: "Егер сен осы топты білсең, оларды жақсы көріп кетесің. Олар сенің еркектер туралы көзқарасыңды толық өзгертеді. Әсіресе олардың көшбасшысы Кота. Ол сондай мейірімді, көмекшіл, сүйкімді, минсіз адам" дейді. Мими: "Мен ешкімді білгім келмейді. Рахмет. Осы даже тәді. Махаббаттың дәмін қайта татқым келмейді. Басымнан өткеннен кейін жүрегім ауырсынудан еріп кетті" деп жауап береді. Содан кейін ол минажат етуге барады. "О, жаратқан, ақша. Махаббат әнді кәрік әмәс." Сосын ол денсаулықты, үлкен үйді, көліктер мен сарайларды сұрайды махаббатсыз. Соңында 5 жыл бұрын жақсы көрген ақымақ жігітке қарсы дұға етеді. Оның барлық шашы түсіп тақырбас жұмыртқаға айналсыншы. Басқа ешбір қызды ренжітпеуі үшін сорлап қалсын. Минажатын аяқтаған соң ол жұмысқа кетеді. Біз оның шағын мейрамханада аспаздың көмекшісі болып жұмыс істейтінін білеміз. Bir күні үстелді тазалап жатып, теледидардан лайк тобын көреді. Олар өздерін таныстырады, ал топ басшысы Кота өз есімін айтады. Мими оның қаншалықты жарқын және мейірімді көрінетінін, шынайы әрі сенімді екенін байқайды. Кота олардың арманы Жапонияның ең үлкен музыкалық фестивалінде өнер көрсету, нөмірі 1 трендке айналу және көптеген жанкүйер жинау екенін айтады. Жүргізуші оның ең үлкен тілегі туралы сұрағанда Кота: "Ешкім мұңаймауы немесе жапа шекпеу үшін барлық жерге бақыт таратқым келеді" дейді. Мимидің денесі түршігіп кетеді. Адам баласы сондай мейірімді болуы мүмкін бе? Мүмкін емес. Ол қалжыңдап тұрған болар. Шындығында ол құпия психопат немесе бұзақы шығар. Бірақ ол сөзін аяқтамай жатып, мейрамханаға Котаның кіріп келгенін көріп таңғалады. Ол өмірде теледидардағыдан 100 есе жақсы көрінеді. Мими өз көзіне сенбейді. Бұл шынымен соның өзі ме? Ол жігіт оны мазақтап немесе сезімін ренжітпес бұрын қашып кетуге тырысады. Бірақ бас аспаз оған Котаның тапсырысын алуды және су апаруды бұйырады. Жанына барғанда ол жігіттің сұлулығына, терісіне, жүзіне, барлық минсіздігіне таңғалады. Бірақ содан кейін ол өзіне: "Мүмкін ол ай сияқты сыртынан ғана сұлу шығар, бірақ іштей маған зақым келтіруі мүмкін. Жоқ, жақындамаймын" дейді. Ол оған қатал қарауды шешеді. Одан не жейтінін сұрайды. Ол: "Пицца" дейді. Мими пиццаны алуға бара жатып,
Юнаның Котаны қаншалықты жақсы көретінін есіне түсіреді. Сондықтан оған тосынсый жасау үшін Котаның қолтаңбасын алуды ұйғарады. Бірақ Кота мұны түсінбей, Мимиді өз жанкүйері деп ойлап қалады. Ол қолтаңбасын беріп, оны жақсы көргені үшін өтеу ретінде кенеттен Мимиді құшақтайды. Мими қатып қалады. Ол еркектерге үйренбеген. Өмір бойы оларды жек көріп, аулақ жүрген. Ал кенеттен сымбатты жігіт оған жылылық танытып, құшақтап жатыр. Ол үрейленіп, ашуланып, оған айқайлайды. Не істеп жатырсың? Мен сенің жанкүйерің емеспін. Қолтаңбаны құрбым Юна үшін алдым. Кота. Бүгіннен бастап сенің маған деген көзқарасыңды өзгерту үшін бәрін жасаймын. Қайт деп жауап береді. Мими. Маған сенің қолыңнан ешқашан келмейді. Менің жүрегімді ешқашан жаулай алмайсың. Мен еркектерді жан тәніммен жек көремін, дейді. Жігіт ештеңе білдірмесе де, ол өз басынан өткен барлық қасіретті оған төгіп тастайды. Оның дөрекілігінен Кота іштей үнсіз жылайды. Мими үйіне барғанда Юнаға хабарласып, Котаны жолықтырғанын айтады. Юна не істегенін сұрайды, бірақ Мими қателік жасағанын, оның құшақтағанын, өзінің оған айқайлағанын және оны жылатқанын айтуға қорқып, қобалжыды. Сондықтан, кейінірек айтамын, әйтпесе сен мені өлтіресің, деп тұтқаны қоя салады. Ол күнделігіне барлық еркектердің алдамшы екенін және Котадан аулақ болу керектігін жазады, өйткені бүгін ол жігіт оған сәл ұнап қалған еді. Ол білмейтін нәрсе келесі күні Кота мейрамханаға қайта келуді шешеді. Ол қызға көмектесу және оны өзіне ғашық ету үшін оның жанында болады. Ең алдымен ол оны топпен таныстырып, альбомдар, фотолар, журналдар береді. Тіпті оны концертке шақырып, VIP билет пен сыйлық ас береді. Бірақ Мими жеркенішпен, бұның ешқайсысы маған әсер етпейді. Тамағыңды қайтарып ал. Сенің жүзіңді көргім келмейді. Дейді. Кота, мен тағы не істей алам? Сенің өміріңде Юнадан басқа ешкім жоқ, жалықпайсың ба? Қанти дейді. Ол ештеңе сезбейтінін, тек көп ақша тауып, пәтер мен көлік алып, тәуелсіз болғысы келетінін айтады. Кота, жақсы, мен өз дегенімді істеймін. Мен саған күн сайын келіп, сен жалғарғанша және маған ғашық болғанша ақырындап, жағдайыңды жақсартамын, дейді. Уақыт өте келе, Мими оған үйрене бастайды. Ол Котаның шынымен де мейірімді екенін, бәріне көмектесетінін байқайды. Бір күні оны танымал актриса Юмикамен сұхбатта отырғанын көріп, оларды кездесіп жүр деп ойлайды, бірақ аса мән бермейді. Тағы бір күні Кота мейрамханада көмектесіп жүргенде екі ер адам кіреді. Олардың бірі оны танып қойып, қатал мазақтай бастайды. Мими Кота оған жауап қайтарады, немесе атақ-даңқын пайдаланып, оны құртады деп күтеді. Бірақ оның орнына Кота кешірім сұрап, ол адамға ұнау үшін өзін жетілдіретінін айтады. Мими оның қаншалықты мықты екенін, жағымсыз пікірлерден жоғары тұра алатынын түсінеді. Бірақ ол білмейтін нәрсе, әлгі адам кеткеннен кейін Кота сыртқа шығып жылай бастайды. Ол Мимиге бұл сөздердің оған өте ауыр тигенін, бірақ ол көшбасшы болғандықтан, мұны жасыруы керектігін айтады. Егер оның тобы бірдеңені байқаса, бұл бүкіл топтың мансабына әсер етеді. Ол сондай-ақ іштей бүкіл әлемнің мейірімді болғанын және бәрі бір-біріне жақсы қарағанын қалайтынын айтады. Бәрі бала кезінде Space Tune мультфильм арнасы көру керек еді, дейді ол. Содан кейін ол кетеді. Кенет Мими оған аздап сүйсіне бастайды, бірақ өзіне, оян. Ол атақты идол, оның айналасында мыңдаған жанкүйер мен сұлу қыздар бар. Ол саған ешқашан қарамайды, дейді. Алайда, Кота тамаққа тапсырыс беріп, оны арнайы Мимидің әкелуін сұрағанда ол таңғалады. Мими ашуланып, тамақты тастап, бірден кетіп қаламын деп ойлайды. Бірақ Кота оның алдына бұлшықеттерін көрсетіп кенеттен шыққанда ол қатып қалады. Қатты сасқанынан тамақты жерге түсіріп алады. Кота жағдайды пайдаланып, сен біздің асымызды бүлдірдің, сондықтан ішке кіріп, бізге түскі ас пісіріп беруің керек, дейді. Ол қызды мазақтап, жақындай түседі, бұл Мимиді одан сайын қобалжытады. Бірақ оның қатты шырығып тұрғанын байқаған соң, мен жақында романтикалық драмада ойнадым, соны дайындалып жүргенмін. Мен жай ғана жаттықтым. Мені сені ұнатады немесе қырындап жатыр деп ойлап қалма, дейді. Мими ашуланса да, түк болмағандай кейіп танытады. Мими тамақ пісіріп болғанша, Кота онымен сөйлесіп, көңілін көтеруге тырысады. Ол отбасы туралы сұрайды. Мими жалғыз екенін, анасы қайтыс болғанын, әкесі шетелге кеткенін айтады. Ол да өз отбасының шетелде тұратынын айтады. Ол суреттер көрсетеді,
Мими оның бір сүйкімді қызбен түскен суретін байқайды. Олар өте жақын көрінгендіктен, бұл кім? Деп сұрайды. Ол, бұл менің ең жақын досым дейді де артық ештеңе айтпайды. Мими оларды жасырын кездесіп жүр деп ойлайды. Бірақ Кота онымен кездеспейтінін және жанкүйерлерін ренжітпеу үшін ешкіммен кездесе алмайтынын айтады. Мими, бірақ бұл сенің өмірің ғой. Сенің біреуді жақсы көруге құқығың бар, дейді. Ол, иә, бұл менің өмірім, бірақ мен ешкімді мұңайтқым келмейді. Мен жанкүйерлерімді әрқашан жақсы көремін және оларды не бақытты қылса, соны істеймін деп жауап береді. Мими оған аяушылықпен қарай бастайды. Ол Котаның жұмысының оңай емес екенін түсінеді. Оның өмірі қысымға, жеккөрінішті пікірлерге толы. Ол бұрын өзінің де идеалдарды сырт келбетіне қарап сынағаны үшін кінәлі сезінеді. Тамақ пісіріп болған соң, ол кетеді. Қайтып бара жатқанда, ол жоғары сыныпта өзі сезімін білдірген сол баяғы бұзақы жігітті ескі сыныптастарымен бірге көреді. Олар оны көрген бойда мазақтай бастайды. Ей, мынау жоғары сыныпта саған хат жазып, сен оны лақтырып тастаған қыз емес пе? Намысы жоқ бейшара. Оған қарашы. Жақсы болды сенің одан бас тартқаның. Менің бәтеңкем де оның түрінен жақсы көрінеді. Мұны естіген Мимидің көзіне жас толады. Өйткені ол әлі де өзін әлсіз, қорғансыз сезінеді. Бірақ кенеттен Кота жүгіріп келіп, оны құшақтайды да, бұл менің қызым, дейді. Ол бұзақыға, сен онымен қалай олай сөйлесуге дәтің барады? Оны қорғайтын ешкім жоқ деп ойлайсың ба? Деп ұрсады. Бұзақы таңғалып, сен онымен кездесіп жүрсің бе? Сені қалай қаратты? Ол сен сияқты адамға қалай келісті? Дейді. Мимидің көзіне тағы жас толады, бірақ бұл жолы Кота оны қорғайды. Ол мені қаратқан жоқ. Мен оған бірінші көргеннен ғашық болдым. Мен тіпті оның соңынан жүгірдім. Мими аң-таң. Бұрын оны ешкім қорғамаған, әсіресе өзі ұнататын атақты идол. Бірақ адамдар Котаны танып қойып, бәрі телефондарын шығарып, видеоға түсіре бастайды. Кота Мимиді ұстап, қаша жөнеледі. Олар құтылған соң, Мими, неге олай істедің? Деп сұрайды. Ол жігіт сені ұнатамын деп айта ма деп кішкене үміттенеді, бірақ Кота оның үмітін су сепкендей басады. Ол мұны кез келген қыз үшін істейтінін, өйткені оны қарындасындай көретінін және оның жылағанын қаламайтынын айтады. Ол бұзақы сенің бір тамшы жасыңа да тұрмайды. Сен ол тақырбас ұсқынсыз жігітті қалай ұнаттың? Деп күледі. Ол, мұңайма. Бір күні сені қандай болсаң, солай жақсы көретін жақсы жігітті жолықтырасың, дейді. Мими оның сөздерінен қатты әсер алып, өзінің шынымен оның жанкүйеріне айналғанын түсінеді. Уақыт өте келе ол Котаны шын сүйетініне көз жеткізеді, бірақ не істерін білмейді. Хат жазып, мойындау керек пе? Егер ол күлсе немесе мазақтаса ше? Ол достығын бұзбау үшін және жалғыз қалмау үшін ешқашан сезімін білдірмеуге бел буады. Сол уақытта Кота топты жинап, соңғы әндерінің трендте екенін және Жапонияның ең үлкен фестиваліне қатысу арманы орындалуға жақын екенін айтады. Олардың YouTube арнасы 3 миллион жазылушыға жақындап қалды. Олар әлемге әйгілі топқа айналуда. Сондықтан жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Кездесу кезінде бәрі Котаға алғыс айтады. Менеджері хабарласып, олардың ресми түрде фестивальге қабылданғанын және альбомдарының жарылып жатқанын айтады. Кота бұл тек бастамасы екенін айтады. Котамен жұмыс істеген актриса теледидардан сөйлеп, оның өте мейірімді адам екенін және онымен тілдескен кез келген адамның бірінші көргеннен ғашық болатынын айтады. Мими сұхбатты көріп, сүйіспеншілігі арта түседі, бірақ Котаның жұмысбасты болып, бұрынғыдай мейрамханаға келмей кеткеніне іштей мұңаяды. Кота оған хабарласып, тапсырыс әкелуін сұрайды. Ол компанияға барғанда, Котамен суретке түсу үшін күтіп тұрған жанкүйерлердің көптігінен шошып кетеді. Күзетші оны лифтпен Котаның пәтеріне апарып тастайды. Лифтіде ол Котамен бірге жұмыс істейтін актриса Юмоны көреді. Юмо Мимиге қарап, оның өте сұлу екенін және Котаның оған ғашық болып қалғанына сенімді екенін айтады. Мими іштей, мен киммен онымен салыстырылатын. Кота мынадай сұлулықты тастап, маған қарамайды. Мен жай ғана қарапайым қызбын. Менің қандай құным бар, деп ойлайды. Ол келгенде Котаның оны біраз уақыт күтіп қалғанын және бәрінің қарны ашып отырғанын көреді. Ол Котаның айналасында көптеген фотосуреттер шашылып жатқанын байқайды. Мими сұрағанда, Кота бұл фестивальге таңдауы керек сахналық киімдер екенін түсіндіреді.
Мими костюмдердің бірі қатты ұнайтынын айтады, ал Кота соны киетінін жеткізеді. Ол өзіне ұнаған киімді Котаның таңдағанына қатты қуанады. Содан кейін оның назары топ мүшелерінің бірі Семге ауады. Ол Семге киімі өте жарасымды екенін, өзінің сымбатты көрінетінін айтып, шашына не қолданатынын сұрайды. Кота одан Семді ұнататынын сұрайды. Мими, «Иә, ол шынымен де керемет жігіт», деп жауап береді. Кота қызғанады, бірақ оны жасыруға тырысады. Олар сөйлесіп жатқанда лайк тобының басқа мүшелері қосылып, оларды бірге көреді. Бәрі Мимиге мақтау айтып, оның сүйкімді әрі нәзік екенін, оны қарындастарындай жақсы көретінін айтады. Тіпті оның талғамы жақсы болғандықтан, фестивальге киетін киімдерін таңдап беруін өтінеді. Олар Котадан Мими туралы көп естігендерін, оның тамақты жақсы пісіретінін және Кота жолықтырған ең жақсы қыз екенін айтады. Бәрі өздерін таныстырғанда, Мими өзін бал құйылған құмыраға түскендей сезінеді. Айналасы толы сымбатты жігіттер оның пікірін сұрап, оған қырындап жатыр. Ол мұны ешқашан елестете алмаған еді. Ол тек бір жігіттің оны сүйін армандаған болса, енді алдында бірінен бірі өтетін 6 жігіт тұр. Бірақ Кота қызғанып, «Жігіттер, оны жайына қалдырыңдар. Ол менің киімімді таңдап қойды. Бәрің өздерің таңдаңдар. Ол сендердің емес, менің жанкүйерім», дейді. Ол Мимиге жақындай түсіп, оны қобалжытады. Мими сасқалақтап, қолындағы заттарын, соның ішінде күнделігін жерге түсіріп алады. Сем күнделікті көріп, жерден көтеріп алады. Оның ішінде Мимидің Котаны жақсы көретіні, бірақ өзін сұлу емеспін деп санағандықтан, және оның Кота сияқты адаммен ешқандай мүмкіндігі жоқ деп ойлайтындықтан, сезімін білдіруге батылы бармайтыны туралы жазбаларын оқып қояды. Ол қызды аяп кетеді. Осы арада Кота журналға түсетін фотосессиясы бар екенін айтып, Мимиден оған қолдау көрсетуге келуін өтінеді. Мими қуанып, оған өз сезімін білдіруге тырысады. Бірақ ол жерге келгенде, Котаның Юмикомен бірге отырғанын көреді. Екеуі терең әңгіме айтып, нағыз жұп сияқты сүйкімді көрінеді. Мимидің көңілі түсіп, «Менің ешқандай мүмкіндігім жоқ» деген оймен ренжіп кетіп қалады. Сем оның соңынан еріп, күнделігін қайтарып береді және оны ашып оқығанын айтады. Мими әсіресе Сем одан шынымен Котаны жақсы көресің бе? деп тікелей сұрағанда қатты сасады. Күнделігін оқығанына ашуланып, сұрақтан қашады және рұқсатсыз оқығаны үшін оны ұрсады. Сем оған, «Егер Котаны сүйсең, қашудың орнына сезіміңді білдіруің керек. Менің бірнеше жыл бұрын жасаған қателігімді қайталама», дейді. Мими таңғалып, оның қалай білетінін сұрайды. Сем күнделіктің қалған бөлігін оқығанын және жоғары сыныпта оны ренжіткен жігіт туралы білгенін айтады. Ол Мимиге мұңаймауын кінә өзінде емес, әлгі жігітте екенін түсіндіреді. Олар сөйлесіп жатқанда, Юмико келіп, Семмен амандасады және Котамен түсірілімді аяқтағанын айтады. Ол Мимиді көргенде, «Бұл кім?» деп сұрайды. Сем Мимидің Котаның көмекшісі екенін, оған үнемі тамақ әкелетінін айтады. Юмико Котаға қамқор болғаны үшін Мимиге алғыс айтады. Юмико өте сұлу әрі мейірімді болғандықтан, Мими өзін төмен сезініп, қысылады. Сем мұны байқап, әзілдеп Мимиді құшақтайды да, «Ол менің де жанкүйерім, мен де оны жақсы көремін», дейді. Мими оны жиіркенішпен итеріп жібереді. Ол Семге өзіне жақындамауын айтады. Сонымен бірге, Сем оған қол тігізгенде жүрегінің соқпағанына немесе қобалжымағанына таңғалады. Өйткені бұрын ер адам жақындаса, ол зәресі ұшып, сасқалақтайтын еді. Бірақ ең қызығы, бұл жағдай Юмиконы мұңайтып тастайды. Өйткені ол шын мәнінде Семнің жанкүйері және онымен кездескісі келеді. Сондықтан ол Мимиден дос болайық деп өтінеді, шын мәнінде Семмен арақатынасын бақылап отыру үшін. Ол Мимидің қолын қатты қысып амандасады, бұл Мимиді қорқытады. Мими Юмиконы Кота үшін қызғанып тұр деп ойлайды, бірақ Юмиконың Семді ұнататынын білмейді. Осы уақытта Котаны видеоға түсіріп жатады және одан өмірінде өкінетін нәрсесі бар жоғын сұрайды. Ол бұрынғы сүйіктісімен болған сәтті есіне алады, бірақ бәрін жоққа шығарып, ештеңеге өкінбейтінін айтады. Кейін ол Мимиге хабарлама жіберіп, түсірілімдермен бос болғаны үшін кешірім сұрайды. Ол ертең Мимимен бірге қыдыратынын, бірақ шын мәнінде жаңа әндеріне клип түсіруі керектігін айтады. Сондықтан оны түсірілім алаңына келіп, өзіне қолдау көрсетуін сұрайды. Мими түсірілімге барады және топ мүшелерінің бірінің қатты қобалжып, рөлін дұрыс ойнай алмай жатқанын көреді. Ол бәрін бүлдіретіндей көрінеді. Сондықтан Мимиге мектеп формасын кигізіп, жігіт еркін сезінуі үшін онымен бірге ойнауды сұрайды.
Мимидің арқасында ол қобалжуын тоқтатады. Музыкалық видео өте керемет шығады. Бәрі Мимиге алғыс айтып, оның талантын мақтайды. Мими тек бір адаммен ғана түсемін деп ойлаған еді, бірақ бүкіл топпен бірге түсу керек екенін білгенде таңғалады. Әрбір мүше оған романтикалық, жылы сөздер айтады. Ол өзін ұстап тұрады, бірақ кезек Котаға келгенде, оның айтқан романтикалық сөздерінен Мими бақыттан талып қалады. Режиссер шошып кетіп, оны демалуға бөлмеге апарады. Ол есін жиған соң, режиссер көмектескені үшін оған көптеген сыйлықтар береді. Мими қуанып, Кота бейнеленген мүсіншені таңдап алады. Содан кейін ол мүсіншеге қарап, тәуекел етпесең, қызық болмайды, дейді де өз сезімін білдіреді. Сені қатты жақсы көремін, бір күні саған шындықты айта аламын деп үміттенемін. Сезімімнен қашуды тоқтатуым керек. Бірақ ол кенеттен алдында Котаның тұрғанын көріп, есеңгіреп қалады. Котаның түрі бұзылып кеткен. Ол Мимиге бәрін естігенін, бірақ мұның әзіл екенін және Мими оны топтың басқа мүшелері сияқты жай ғана жанкүйер ретінде жақсы көретінін білетінін айтады. Мими жауап бермей, тез қашып кетеді, бірақ Сэмнің сөздерін есіне түсіріп, бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керектігін түсінеді. Ол кері қайтып, Котаға оны шынымен жақсы көретінін және бұл жай ғана жанкүйерлік сезім емес екенін айтып, мойындайды, олардың бәрі маған аға сияқты, бірақ сен ағам емессің. Мен сені сүйемін. Мен сені басқаша көре алмаймын. Мен саған тәнтімін және сенің қасыңда болғым келеді. Кота кешірім сұрап, оған деген сезімі жоқ екенін, және онымен бірге бола алмайтынын айтып, оны шошытады. Ол енді ешкіммен кездеспеуге шешім қабылдағанын, бүкіл махаббаты тек жанкүйерлеріне арналатынын айтады. Мими, мен сенің талғамыңда емеспін бе, әлде сұлу емеспін бе, деп сұрайды. Кота оған керісінше, оның менсіз қыз екенін, бірақ мәселе өзінде екенін айтады. Оның психологиялық жарақаты бар екенін және қарым-қатынасқа дайын емес екенін жеткізеді. Ол Мими ренжит кесе келмейді. Сезімін білгеннен кейін ол бұдан былай дос бола алмайтындарын, өйткені оның жанында өзін еркін ұстай алмайтынын және Мими де өзін ыңғайсыз сезінетінін айтып, байланысты толық үзуді ұсынады. Мими есеңгіреп қалады, бірақ өткен жолғыдай өзіне деген сенімін жоғалтпайды. Бұл жолы ол өр көкіректігін жинап қойып, оны жібермеуге бел буады. Ол қайта-қайта тырысып көрмек болады. Бірінші қадам ретінде ол сырт келбетін өзгертуді шешеді. Ол денесін шынықтыру үшін спорт залына барады, бірақ ол жерде қыздардың Кота туралы және оның басындағы жанжал скандал туралы жаман сөздер айтып жатқанын естіді. Ол түсінбей қалады, қандай жанжал. Ол Твиттерді ашып, Котаның трендте тұрғанын көреді. Белгілі болғандай, Котаның жоғары сыныпта бір қызбен кездескені және сол үшін үлкен мәселе туындағаны туралы қауесет тараған. Енді оны жақсы көрген жанкүйерлердің бәрі оны жек көріп, балағаттап жатыр. Оның беделін түсіру үшін арнайы парақшалар ашылған. Тіпті теледидардан да ол туралы жаман айтып, сүйкімді жүзділерден қорқу керек, өйткені олар ұсқынсыз құпияларды жасырады деседі. Мими мұны көріп ашуланады, өйткені ол Котамен жақын араласқан және оның ішкі дүниесінің қаншалықты таза екенін білетін жалғыз адам. Ол Котаның мұңайып, бәрінен түңіліп кетуінен қорқады. Сэм келіп, оған тосынсыйы бар екенін айтады. Ол қорапты ашып, ішінен Котаны шығарады, яғни Котаны жасырып әкеледі. Ол жанжал басылғанша Котаның Мимидің үйінде болғанын қалайтындарын, өйткені Мимиден басқа ешкімге сенбейтіндерін айтады. Ол әзілдеп, сен 100 еркекке татсың дейді. Мими Котаны үйіне алып келіп, ата-анасының бөлмесіне орналастырады. Ол Котаға тек топ үшін көмектесіп жатқанын, оны бұрынғыдай жақсы көрмейтінін айтып, өтірік ескертеді. Кота оған көп мазаламайтынын айтады. Осы уақытта компанияда хаос басталады. Бәрі Котаның тобына шабуыл жасап жатыр. Олардың Жапониядағы ең үлкен фестивальде өнер көрсету арманы іске аспай, концерт тоқтатылады. Сондай-ақ олар 2-4 сағат ішінде $500 000 жазылушысынан айырылады. Бәрі күйзелісте, әсіресе Юмико Котаның психикалық денсаулығы үшін қатты уайымдайды. Мими Котаның өзін жайсыз сезініп жүргенін байқайды. Котаның қызуы көтеріліп, ауырып қалады. Мими оған түні бойы қарап, дәрісін беріп, маңдайына салқын сүлгі басып, жазылғанша қасында болады. Кота одан: сен де өсектерге сеніп, мені жек көріп кеттің бе? деп сұрайды. Мими оны жек көру мүмкін емес екенін, өйткені одан тек жақсылық көргенін айтады. Сен өте мейірімді адамсың. Мен сені не үшін жек көруім керек? Мен ондай таяз адам емеспін.
Кота Мимиге өзінің сыпайы мінезінің артында көп нәрсені жасыруы мүмкін екенін, бірақ ол жаман адам емес екенін айтады. Ол жай ғана дұрыс түсінілмеген. Мими бұның ешқайсысы маңызды емес екенін, оның ешкімге зияны тимейтін жақсы адам екенін білетінін жеткізеді. Кота эмоцияға беріліп жылап жібереді, өйткені оған сенетін жалғыз адам Мими. Ол жүрегін ашып, қауесеттің шындығын айтады. Ол баяғыда өзінің Рей есімді жақын досы болғанын, оны қарындасындай көргенін айтады. Кота бәрін тек сонымен ғана бөлісетін, ал ата-анасы үнемі сапарда жүріп, өзі жалғыз қалғанда Рей оны жақсы көріп, қолдау көрсеткен. Ол Мимиге үйінен көрген әлгі фотосуретті еске салады, суреттегі қыз Рей болатын. Ол екеуінің арасы бір күні қыздың оны ұнататынын білгенге дейін жақсы болғанын айтады. Кота ол кезде не істерін білмеді, өйткені ол идол болып кеткен еді, ал кездесулер жанжал әкелуі мүмкін еді және топ әлі жаңа болатын. Кез келген мәселе немесе өсекке орын жоқ еді. Оның да қызға деген сезімі болса да, ол оны тұншықтырып тастады. Ол сезімдерін көміп, одан мүлдем алыстап кетуді таңдады. Қыз хабарлама жазғанда, ол ешқашан жауап бермейтін. Іштей онымен сөйлескісі келсе де, екеуінің бірі бауыр басып қалмау үшін және оны жанкүйерлердің шабуылынан қорғау үшін алыс жүруді ең дұрыс жол деп санады. Соңында қыз үмітін үзіп, жазуды тоқтатты. Бір күні ол қайғылы хабар алды. Рей мектептен қайтып келе жатқанда жол апатынан қайтыс болды. Кота күйзеліске түсіп, оның хабарламаларына жауап бермей, алыс жүргені үшін өзін қатты кінәлі сезінді. Ол чатты ашқанда, Рейдің оны үнемі қолдап, жақсы көретінін, ешқашан мәселе тудырмайтынын және ол жақсы болса болғаны, оны алыстан ақ сүйіп өтетінін жазған хабарламаларын көрді. Оның кінәсі одан сайын артты, өйткені ол өзін ең қатты, жақсы көрген адамды ренжіткенін түсінді. Содан бері ол махаббат, қарым-қатынас, тіпті жақын достық идеясынан шошынып қалды. Ол досынан айырылғанда ешкімнен айырылғысы келмеді. Осының бәрін айта келе, ол Мимиден енді қашпайтынын, бірақ қарым-қатынасқа дайын емес екенін бетіне айтуды шешкенін жеткізеді. Ол біраз уақыт мұңаяды, бірақ соңында мені ұмытады деп ойлады. Мими жігіттің одан бас тарту оның сырт келбетіне немесе өзі ойлап алған ақымақ идеяларға байланысты емес, эмоционалдық жарақатына байланысты екенін білгенде жеңілдеп қалады. Ол Котаны жұбатып, денсаулығы жақсарғанша қасында болады. Ол түні бойы оның сөздерін ойлағаны және Котаның өзіне де Мимиге де әділетсіз болғанын түсінгенін айтады. Сенің құрбың апаттан қайтыс болды, оған сенің ешкінің жоқ. Ол сені алыстан жақсы көрді. Сен хабарламаға жауап бермей қателік жасадың, бірақ тағдырдың солай болатынын сен білген жоқсың. Бұл жазмыш. Өзің бақылай алмайтын нәрсе үшін өзіңді мәңгі жазаламауың керек. Оның сөздері Котаның көңілін аздап көтереді, бірақ ол телефонын ашқанда бір сайттың топтың тарап кететіні туралы жазбасын көріп шошып кетеді. Халық Котаны топтан шығаруды талап етіп, әйтпесе бүкіл топқа бойкот жариялайтындарын айтып жатты. Кота тез арада Мимидің үйінен кетіп компанияға барады. Тұтас бір апта өтеді, ол мүлдем жоғалып кетеді. Хабарласпайды, келмейді. Ол өз беделін қалай қалпына келтіруді ойлап, ойға батып жүр. Бүкіл команда күйзелісте, әсіресе Кота үшін қатты қорыққан Юмико Мимидің мейрамханасына келіп, оған көмектесуін және Котаға барып қайтуын өтінеді. Басында Мими сасқалақтап, уайымдайды, бірақ соңында батылдығын жинап, оны бақытты ететін бірдеңе істеуді шешеді. Ол Котаға тамақ пісіріп, күн сайын жылы демеу сөздер жазылған хаттармен бірге жіберіп тұрады. Содан кейін ол жанкүйерлердің арасына барып, топқа қолдау көрсетеді. Оның сөздері қыздардың жүрегіне әсер етіп, олар тынышталып, Котаны қайта қолдай бастайды. Олар оны жақсы көретіндерін, оралуын күтетіндерін айтады. Мими қайда барса да позитив таратып, топтың қолдауға лайықты екенін айтып жүреді. Ол қатты айғайлап қолдау көрсетеді, бірақ өзінің әлеуметтік мазасыздығына байланысты маска киіп алады. Халық оның адалдығы туралы айта бастайды және бұл трендке айналады. Көптеген адамдар оның әсерінен қыздың өліміне Кота шынымен кінәлі ме, жоқ па деп шындықты іздей бастайды. Кота видеоны көріп, Мимидің оны қорғап жүргеніне қуанады. Бірақ ол әлі де кінәлі сезінеді. Ол бәрін мойындап, ресми кешірім сұрайды және егер оны топтан шығарса, халықтың көңілі орнына түсетін болса, оған қарсы емес екенін айтады. Бірақ бүкіл команда оны жақтап шығады. Олар оны ешқашан тастамайтындарын айтады. Менеджер оларға қолдау хаттарына толы қораптарды алып келеді. Мими де Юнаны ертіп компанияға келіп, оның есімін айғайлап айтады.
Кота шыққанда өте бақытты болады. Ол жақын арада шындықты ашатынын айтып, бұрынғыдан да мықты болып оралады. Мими батылдығын жинап, маскасын шешеді де, жылап тұрып оған жалғыз емес екенін, оны күтіп жүрген жанкүйерлер сияқты өзінің де әрқашан қасында болатынын айтады. Бәрі тебіреніп, оның есімін айғайлайды. Тіпті Кота да әсерленіп, оған жүгіріп барып құшақтағысы келеді, бірақ олай істей алмайды. Фестивальге бара жатқанда, Сэм бір конверт шығарып, Рейдің үйінің жанынан өткенде Котаға арналған хат тауып алғанын айтады. Кота хатты ашады. Рей хатында оны енді романтикалық тұрғыда жақсы көрмейтінін, бұл тек бірге өскендіктен бауыр басу болғанын жазған екен. Ол басқа біреумен бірге болуды ойлап жүргенін және Котаға басқа қызбен бақытты болуды тілеген. Кота ақыры жеңілдеп қалады. Ол Рейдің өліміне өзінің қатысы жоқ екенін және қыздың оған ренжімегенін түсінеді. Ол сырттағы барлық экрандарда өзінің суреттері мен халықтың қолдау видеолары жүріп жатқанын көріп, одан сайын бақытты болады. Мұның бәрі трендті бастап, шындықты ашқан Мимидің арқасы еді. Кота Мимиге кездесу туралы хабарлама жіберді. Оны Рейдің қабіріне апарып, таныстырады, хатты көрсетеді және енді өзін кінәлауды тоқтататынын айтады. Енді оның сүюге және сүйікті болуға мүмкіндігі бар. Бұл сөздер Мимиді өте бақытты етеді. Ол оны мәңгі қолдайтынын, тіпті одан бас тартса да, жанкүйері болып қала беретінін айтады. Осыдан кейін Кота баспасөз мәлімдемесін жасап, Рейдің хатын көрсетеді. Халық оған қайтадан жылы қарай бастайды. Оның танымалдылығы артып, 500 000 жазылушының орнына ол 3 миллион жазылушы жинайды. Фестиваль өз уақытында өтеді. Барлық экрандар олардың өнерін көрсетеді. Олар рекордтық қаралым жинап, барлық альбомдары сатылып кетеді. Ол өзі армандаған шыңға жетеді. Бір күні Мими тамақ жеткізіп жүріп, концерт туралы хабарландыруды көреді. Ол жігіттің жетістігі үшін қуанады, бірақ іштей оның көктегі жұлдыздай алыстап кеткеніне мұңаяды. Ол оның нөмірін өшіріп, алыстан ғана үнсіз қолдап жүруді шешеді. Бұл ол үшін өте ауыр қадам болды. Ол Кота үшін дұға етуге ғибадатханаға барады. Кенет Кота оның соңынан жүгіріп келіп, енді ешқашан қашпайтынын айтады. Ол Мимиді жақсы көретінін және онсыз тұра алмайтынын түсінді. Олар қазірден бастап кездесе алмайды, бірақ кездесетінін жариялауға мүмкіндік туған алғашқы сәтте-ақ ол Мимиді таңдайтын және бәріне оны сүйетінін айтады. Ол оған осынша уақыт қасында болғаны үшін алғыс айтады. Топ тарап кеткендей болып, бәрі құрыса да, ол оны ешқашан тастамайтынын жеткізеді. Ол өз махаббатын мойындайды, ал Мими шексіз қуанышқа бөленеді. Мими дұрыс уақытты күтетінін айтады. Мүмкін қазір емес, кейінірек, тіпті жылдар өтсе де күтеді. Міне біздің хикаямыз осымен аяқталады.